Сәлеметсіздер ме? Биология негіздеріндегі химия пәні оқытушы Оспанова Айгүл Қанатовна, геологиялық барлау колледжі, тақырып антропогенез, адамның шығу тегі және эволюциясы туралы ілім. Сабақтың мақсаты: адамның шығу тегі мен эволюциясы, антропогенездің қозғаушы күштері, нәсілдер туралы түсінік беру, анатомиялық, морфологиялық ерекшеліктерін салыстыруға, талдауға үйрету, адамдардың қоғамдағы орны, халықтар арасындағы достық қарым-қатынастарды көрсету. Ой толғау: адам қайдан жаралған? Адам қайдан жаралған? Осынау бір сұрақты топшылаймыз сан алуан. Жауабы жоқ, тұрақты. Ұғынамыз ғылымнан, топшылаймыз діндерден. Адам қайдан туылған? Тәйір оны кім көрген? Судан бәлде, оттан ба, жерден бәлде, күннен бе? Бардан бәлде, жоқтан ба, маймылдан ба, пілден бе? Бүгінгі сабағымызда адам қайдан жаралған, яғни адамның шығу тегі, антропогенез, адамның шығу тегі және эволюциясы туралы ілім тақырыбын қарастырамыз. Жоспар: адамның шығу тегі туралы алғашқы көзқарастар, адам эволюциясының негізгі кезеңдері, антропогенездің қозғаушы күштері, адам нәсілдері, нәсілшілдікті және әлеуметтік дарвинизмді сынау. Адамның шығу тегін, тарихи даму кезеңдерін, нәсілдік ерекшеліктерін, материалдық және рухани қазыналарын зерттейтін кешенді ғылым антропология деп аталады. Антропология сөзі гректің антропос адам, логос ілім деген сөздерінен алынып, адам туралы ғылым деген ұғымды білдіреді. Антропология терминін алғаш ғылымға Аристотель енгізді. Антропология ғылымының негізгі бір саласы антропогенез. Ол адамның шығу тегін, тарихи даму кезеңдерін және нәсілдік ерекшеліктерін зерттейді. Адамның шығу тегі туралы алғашқы көзқарастар. Аристотель біздің заманымызға дейін 384-322 жылдары антропология терминін алғаш ғылымға енгізді. Карл Линней 1735 жылы адамдарды сүтқоректілер класына, приматтар отрядына, саналы адам түріне жатқызды. Жорж Бюфон 1766 жылы приматология ғылымымен айналысты, орангутандар туралы еңбек жазды. Жан-Батист Ламарк 1810 жылы адам тектес маймылдардан шыққан, адам мен маймыл арасында өтпелі форма болуы мүмкін деген. Буше де Перта 1840-1850 жылдар арасы қазба қалдықтар, тастан жасалған құралдардың қазбаларын зерттеп, мамонттардың кезімен сәйкес зерттеді. Чарльз Дарвин 1871 жылы адамның дамуындағы әлеуметтік фактордың рөлі, адамның шығу тегі және жыныстық сұрыпталу атты еңбекті жазды. Фридрих Энгельс 1896 жылы маймылдың адамға айналу барысындағы еңбектің рөлі, адамды адам еткен еңбек түсінігін тұжырымдады. Адамның жануарлар дүниесін жүйелеудегі орны. 3 себебін қарастырамыз. Жүйелеу қатары, адамның жүйелеу қатары, жүйелеу себептері. Типі бойынша адам желілер типіне жатады. Жүйелеуінің себебі ұрығында хорда, жүйке түтігі, желбезек саңылаулары бар. Тип тармағы бойынша омыртқалылар типіне жатады. Омыртқа жотасы, жұп-аяқ қолдары, жүрегі, кеуде қуысында орналасқан. Класс тармағы бойынша сүтқоректілер класына жатады. Жүрегі 4 бөлікті, сүт бездері, денесінде түктері бар, тістері 4 топқа бөлінген. Класс тармағы бойынша ұрық жолдастылар класс тармағына жатады. Ұрықтары аналық жатырда дамиды, плацента арқылы қоректенеді. Приматтар отрядына жатады. Саусақтарының орналасуы, тырнақтары, бұғана сүйегі бар, сүт түстері тұрақты тіске алмасады. Отряд тармағы бойынша адам тектес маймылдар тармағына жатады. Қан топтары бар, ымдау бұлшық еттері, алдыңғы ми иірімдерінен тұрады, соқыр шегі және тағы басқа болуына байланысты. Тұқымдасы бойынша гоминидтер тұқымдасы, оның ішінде адамдар, биохимиялық тұрғыдан жақын ДНК молекуласы бар. Туыстық жағынан адам, тік жүру, ми сауыты үлкен, бас бармақ басқа саусақтарға қарама-қарсы орналасқан, аяқтары қолдарынан ұзын. Түрі бойынша саналы адам,
ойлау, есте сақтау, сөз арқылы қарым-қатынас, еңбек ету, өнер, салт, дәстүр тағы басқа қалыптасқан. Адам мен адам тектес маймылдарды салыстыру. Ең бірінші ұқсастықтарын қарастырамыз. Ұқсастықтары бойынша маймылдар мен адамдарда да мынандай ұқсастықтар бар. Орталық жүйке жүйесі бар. Шартты шартсыз рефлекстер, есте сақтау қабілеті, тырнақтары, терісінің құрылысы, қан топтары, жалпы аурулары бірдей, паразиттері ұқсас, 12-13 жұп қабырғалары бар, 5-6 омыртқалы 8 көз, тіс түрлері, хромосома саны, қуану, ызалану, реніш, ұрпағына мейірімділік қасиеттері ұқсас. Айырмашылықтары: адамдар маймылдарға қарағанда тік жүреді, омыртқа жотасының иірімдері бар, аяқ сүйектері ұзын, бас бармақ басқа саусаққа қарағанда қарама-қарсы орналасқан, жамбас қуысы қысыңқы, кеуде қуысы жалпақ, ми көлемі 1400-1600 сантиметр куб, үлкен ми сыңарлары маңдай, төбе, самай жақсы дамыған. Терісінде түктері аз, дыбыс саңлауындағы бұлшық еттері дамыған. Яғни адамдар мен маймылдарда осындай ұқсастықтар мен айырмашылықтар бар екен. Адам эволюциясына келіп тоқталатын болсақ, олар 3 топқа бөлінеді. Ежелгі адамдар архантроптар деп аталады, оған питекантроп және синантроптар жатады. Синантроп деп аталу себебі Қытайда табылған ежелгі адам қаңқасына байланысты қойылған. Ертедегі адамдар палеантроптар, оларға неандерталдықтар жатады. Осы заманғы адамдар неантроптар, оған кроманьондықтар жатады. Кроманьондықтар деп аталуы Францияның Кроманьон үңгірінен табылғандықтан кроманьондықтар деп атаған. Алғашқы адам тектес маймылдар дриопитектер. Шамамен 20 миллион жыл бұрын өмір сүрген. Адамнан ұсақтау, бойы 110 сантиметр шамасында, ағаш басында өмір сүрген, еңбек құралдары болмаған. Сахалинтроптар 6-7 миллион жыл бұрын тіршілік еткен. Сахараның оңтүстік маңынан табылған ежелгі гоминидтердің өкілі. Юрап шөлді жерінен 2001 жылы табылған бас сүйек, миының көлемі 350 сантиметр куб шамасында. Екі аяғымен қозғалған болуы мүмкін деген тұжырымдар бар. Мына слайдтың оң жағында көрсетілген 2000 жылы Кениядан табылған миллениум адам деген атпен белгілі адам қаңқасының қазбалары. Австралопитектер шамамен 5 миллион жыл бұрын өмір сүрген. Бойы 100-150 сантиметр, салмағы 30-50 килограмм. Ми көлемі шамамен 600 сантиметр куб болған. Қорегін табу үшін қару ретінде әртүрлі заттарды қолданған. Екі аяқтарымен тік жүрген, жақ сүйектері адамдікінен үлкендеу болған, қабақ сүйектері шығыңқы, топтасып, қауымдасып қажетті қорегін тапқан. Көбінесе жыртқыштардан қалған қалдықтармен қоректенген. Австралопитектер Homo erectus тік жүретін адам. Homo habilis, яғни қолмен жұмыс жасайтын епті адам. Ежелгі адамдар, архантроптар, шамамен 1,6 миллион жыл, 200 мың жыл бұрын өмір сүрген. Бойы 165-170 сантиметр, ми көлемі шамамен 800-1400 сантиметр куб аралығында, үнемі тік жүрген, тіл қалыптасқан, от жаға білген, аңға бірлесіп жоспарлап шыққан, еңбек бөлісі аңшылар және терімшілер жинаушылар болған. Ертедегі адамдар неандерталдықтан 230 мың жыл бұрын өмір сүрген. Бойы 165-170 сантиметр, ми көлемі 1200-1400 сантиметр куб, аяқтары қазіргі адамдардікінен қысқа, жамбас сүйегі қатты қисайған, маңдай бөлігі жақсы дамыған, жақ сүйегі кішірейген. 50-100 дарадан топтасып өмір сүрген, отты пайдаланған, әртүрлі еңбек құралдарын қолданған, өздеріне баспана салған, өлген адамдарды жерлеу салты болған, өзіндік тілдері болған, қоғамдық сана қалыптасып, түрлі наным сенімдерге сенген, аңшылық дамыған және каннибализм қалыптасқан. Неандерталдықтар үңгірлерде топтасып өмір сүрген. Ежелгі адамдар
Осы заманғы алғашқы адамдар кроманьондықтар 30-40 мың жыл бұрын өмір сүрген. Бойы 180 сантиметрге дейін, ми көлемі шамамен 1600 сантиметр куб, маңдай сүйектері алға шығыңқы, көз шарасы үлкен, сүйектер ірі, қалың, иегі қалың. Туыстық қауымдастықта баспана салып тұрған. Күрделі еңбек құралдарын жасап қолданған. Тесу, кесуді білген. Өлген туыстарын саналы түрде жерлеген. Айқын сөз арқылы қарым-қатынас жасаған. Теріден жасалған киімдер киген, тайпа болып өмір сүргендіктерін, үлкендерін сыйлап, оларды қастерлеген. Табиғат туындыларына сыйыну, әртүрлі өнер пайда бола бастаған. Жануарларды қолға үйретіп, егіншілікпен айналысуды бастаған. Кроманьондықтар осы заманғы алғашқы адамдардың еңбек құралдары. Саналы адам мен адам тектес маймылдардың эволюциялық дамуы. Австралопитек, олардан епті адам, одан архантроптар, архантроптан синантроптар, палеантроптарға неандерталдықтар және неантроптарға кроманьондықтар, яғни қазіргі кездегі адамдар жатады. Оны мына суреті бойынша көруге болады суреттен. Нәсілтану адамның нәсілдері. Адамдардың барлығы бір түрге жатады. Түрі саналы адам. Анатомиялық физиологиялық жағынан бірдей. Жеке адамның дамуы биологиялық заңдылық бойынша жүреді. Табиғи орта жағдайларына байланысты морфологиялық айырмашылықтар қалыптасқан. Бұл белгілер тұқым қуалайтын өзгергіштік арқылы ұрпақтан ұрпаққа беріледі. Түрішілік тұқым қуалайтын өзгергіштік ол нәсілдер. Франц Бернье 1684 жылы осындай анықтама берген. Нәсілтану адам нәсілдері бізге еуропоидтық, монголоидтық және негроидтық үш түрлі нәсіл белгілі. Әрқайсына тоқталатын болсақ, еуропоидтық нәсіл беті сопақша, танауы шығыңқы, сүйірлеу, жұқа ерінді, көздері көлденең бағытта орналасқан, ашық көгілдірден қара түске дейін болады. Шаштары түзу, ашық түстен қою түске дейін болады. Терілері ашық түсті болып келеді. Монголоидтарға беттері жалпақтау, жақ сүйектері шығыңқы, танауы жалпақтау, еріндері орташа, қиғаштау қысық көзді, үстіңгі қабағында тері қатпарлары бар, шаштары қара қатты түзу, терілері сары қоңыр түсті адамдар жатады. Негроидтар беттері сопақша, жақ сүйектері шығыңқы, танау тесіктері кең, жалпақ, қалың ерінді, көздері бадырақ, қоңыр түсті, терілері қара, шаштары көбінесе бұйра болып келеді. Адамның тарихи дамуы Африка жерінен басталатыны белгілі. Ежелгі адамдар көшпелі түрде өмір сүрген. Жер бетінде барлық нәсілдердің генетикалық бірлігі дәлелденген, яғни шығу тегі бір. Бірақ қоныстанулары біртін жүрген. Европаның 40 мың, Азияны 60 мың, ал Америка 12 мың жыл бұрын ғана қоныстанған. Адам эволюциясының қозғаушы күштері екі үлкен топқа бөлінеді: биологиялық және әлеуметтік. Биологиялық қозғаушы күштер оған тіршілік үшін күрес, тұқым қуалайтын өзгергіштік және табиғи сұрыпталу жатады. Әлеуметтік қозғаушы күштерге еңбек әрекеті, ақыл ой сана, сөз және адамдардың қоғамдық сипаты жатады. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе білімімізді тексереміз. Бірінші сұрақ: антропогенез нені зерттейді? Екінші: рудиментті мүшелер дегеніміз қандай мүшелер? Жануарлар мен адам ұрықтарының дамуында қандай ұқсас белгілер бар? Төртінші: адамның сүтқоректілерге ұқсас белгілерін атаңдар. Бесінші: адам эволюциясының қандай кезеңдерді ажыратады? Алтыншы: ертедегі адамдардың қаңқа қалдықтары алғаш қай жерлерден табылған? Жетінші: ертедегі адамдардың дене құрылысындағы басты белгілерді атаңдар. Ертедегі адамдардың мекенжайлары, пайдаланған еңбек құралдары Қазақстанның қандай аймақтарынан табылған? Тоғызыншы: адам эволюциясының биологиялық факторларын атаңдар. Адамның тік жүруіне байланысты дене құрылысында қандай белгілер қарастырылған? Қазіргі кезде қандай әлеуметтік фактор шешуші роль атқарады? Нәсіл деген ұғымға анықтама беріңдер.
Қызыл жасыл ойынын ойнаймыз. Ойын шарты: егер де берілген тұжырымдама қате айтылса, онда қызыл белгіні көтереміз. Егер де дұрыс айтылатын болса, жасыл белгіні көтереміз. Тыңдаймыз. Адамның шығу тегін, тарихи және даму кезеңдерін, нәсілдік ерекшеліктерін, материалдық және рухани қазыналарын зерттейтін кешенді ғылым антропология деп аталады. Дұрыс. Қызыл белгіні көтереміз, яғни дұрыс. Антропология сөзі гректің ойкос үй, баспана, логос ілім деген сөздерінен алынып, адам туралы ғылым деген ұғымды білдіреді. Антропология терминін алғаш ғылымға Чарльз Дарвин енгізді. Қызыл белгіні көтереміз, яғни қате бар. Антропология дегеніміз адам туралы ғылым. Ал бұл терминді Аристотель ғылымға енгізген. Фридрих Энгельс маймылдың адамға айналу барысындағы еңбектің рөлі, адамды адам еткен еңбек түсінігін тұжырымдады. Дұрыс. Жасылды көтереміз, яғни Фридрих Энгельс тұжырымдаған екен. Келесі: адамдар қосмекенділер отрядына, бауырмен жорғалаушылар класына жатады. Қызыл белгі, яғни дұрыс емес. Адамдар приматтар отрядына жатады. Үйге тапсырма: конспект оқимыз. Биология оқулығы 11 сынып 6 тарау 28-32 параграфтар. Пікірталас, яғни эссе жазу. Адам қайдан жаралған тақырыбына өз ойларыңды білдіріп, яғни эссе жазамыз қысқаша. Сабағымыздың басында қойған адам қайдан жаралған сұрағына жауап беріп көрейік. Бұл өлеңде айтылған сұрақтардың көбіне біз сабақ барысында теориялық тұрғыдан жауап таптық. Адам қайдан жаралған? Осынау бір сұрақты топшылаймыз саналуан. Жауабы жоқ тұрақты. Ұғынамыз ғылымнан, топшылаймыз діндерден. Адам қайдан туылған? Тәйір оны кім көрген? Судан бәлде оттан ба? Жерден бәлде күннен бе? Бардан бәлде жоқтан ба? Маймылдан ба? пілден бе? Әр нәрсеге үңілдік, ұқсап бақтық әркімге. Ақыры кеп жүгіндік, ғұлама шал Дарвинге. Мен адамнан жаралдым, ниетім жоқ айнуға. Баласымын адамның, ұқсағым жоқ маймылға. Кісі емеспін, мен адаммын. Мұқағали Мақатаев осылай жылаған екен. Яғни сабақты қорытындылай келе, кісі болмай адам болыңыздар дегім келеді. Назарларыңызға рахмет.